Бәріңіз сәлем балалар, сіздермен бейбарыс ағайларың және де бүгінгі біздің тақырып үкімет. Әрбір қоғамға заңдар шығарып, өз азаматтарын қорғау, салық жинау және бұл ақшаларды бүкіл қоғамның игілігіне пайдалану үшін құрылым қажет. Сондықтан да дүние жүзінде мемлекеттер қалыптасқан. Алғаш пайда болған мемлекеттерді король сияқты билеушілер басқарды. Ежелгі мысырлықтарда әйелдерде, шетелдіктерде дауыс бере алмайтынына қарамастан, тұңғыш демократиялық мемлекет немесе халықтық басқару болды. Демократия әлемде түрлі нысанда қолданылады. Алайда шын мәнісінде демократия дегеннің не екені жөнінде түсінік барлық елде біркелкі емес. Республика мен монархия арасында қандай айырмашылық бар? Республикада парламент немесе ассамблеяның қоғам мүшелері дауыс беру арқылы сайлайды. Монархияда үкімет сайлау жолымен келгенмен сайланбайтын король, королева, патша немесе патшайым елдің басшысы болып табылады. Адамдар неге дауыс береді? Халқы өзі өмір сүретін елдің үкіметтің басшысын немесе жергілікті кеңесшіні, кеңесте өзінің мүддесін қорғайтын адамды сайлау үшін дауыс береді. Демократиялық жүйе кезінде белгілі бір жас мөлшеріне асқан адамдарға дауыс беруге рұқсат етіледі. Демократиялық емес кей елдерде өз азаматтарына дауыс беруге рұқсат етпейді. Керісінше оларды кімнің басқаратынын мәлімдейді. Бүкіл әлемде адамдар, әсіресе әйелдер, дауыс беру құқығы үшін күресуге мәжбүр болды. Суфражистер ретінде әйгілі болған әйелдер ерлермен тең дауыс беру құқығы үшін күресіп қатты қарсылықта жеңіп шықты. Тіпті қазіргі кездің өзінде көп елдерде әйелдерге дауыс беруге рұқсат етілмейді. Үкімет басшысы қандай қызмет атқарады? Көп елдерде үкіметті премьер-министр, үкімет басшысы басқарады. Ол әдетте ұлттық жалпы сайлауда жеңіске жеткен сайын саяси партия тарапынан таңдалады және ол жаңа үкіметті құрайды. Үкімет басшысы министрліктерді басқаратын министрлер тағайындайды. Ұлыбританияда премьер-министрдің белгілі бір басқару мерзімі жоқ, бірақ парламент дегенмен 5 жылда бір рет сайлануы тиіс. Кейінгі кездері көптеген елдерде әйелдерге жоғары деңгейде саясатпен айналысуға дем берілуде. Үндістанда мысалға 1966 жылы нәзік жандар өкілі Индира Гандиді премьер-министр етіп сайлады. Әлемде ең үлкен коммунистік ел қайсысы? Соңғы уақытта капиталистік экономиканы қалыптастырғанына қарамастан, Қытай әлемде ең үлкен коммунистік ел болып табылады. Қытайда коммунистік мемлекет 1949 жылы орнады. Коммунистік көшбасшы Мао Цзедун 1960 жылдары мәдени төңкерістің көмегімен ескі Қытайды қиратуға талпынды. Бірақ бұл елдің қазіргі көшбасшылары төңкерістен гөрі экономикалық өркендеуге көбірек қызығушылық танытады. Коммунизм тек бір ғана саяси партия, коммунистік партияға әрекет етуге рұқсат береді және өз адамдардың өмірін көпшілік бөлігін бақылауында ұстауға тырысады. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Біздің арнамызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, өздеріңіз ойларыңызды білдіріп комментарий жазыңыздар. Ал сіздердің бейбарыс ағайларың сіздермен қоштасады. Қош, сау болыңыздар.